Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін сіздерге тарыдай шашыраған моңғол тайпаларының басын біріктіріп, аюдай ақырған қара қытайларды тізе бүктіріп, жарты әлемге өз билігін жүргізген әлем тарихындағы ең қатыгез, ең ұлы қолбасшы Шыңғыс хан жайлы баяндайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Шыңғыс хан моңғол империясының негізін қалаушы, атақты қолбасшы. Ол 1162 жылы Онон өзені жағалауында дүниеге келген. Шын есімі Темучин болған. Оның әкесі Есугей татарлардың қолынан ушып қайтыс болады. Әкесі қайтыс болған уақытта Темучин небәрі 8 жаста еді. Оған сенім артпаған халық бас-басына би болып, тардай шашырап кетеді. Кейін дұшпандары Темучинді де өлтірмек болып оның ізіне түседі. Сол себепті ол бірнеше жыл уақытын анасы және бауырларымен орман тоғайдың арасында жасырынып күн кешеді. Өзінің айтуына қарағанда, бір күні үйде ішерге ас болмай қатты қиналады. Сол уақытта бауыр аулаған балығын отбасымен бөлісуден бас тартуы себепті өзінің туған бауырын өлтіруге мәжбүр болған деседі. Оның осы бір ауырда азапты балалық шағы болашақта оның қатыгез қанішер билеуші болуына өз әсерін тигізбей қоймады. Оған оның тарихта 46 миллион адамды қырып салғаны дәлел. Темучин ержеткесін өзінің ру тайпасының басын қайта біріктіріп, әрі қарай керейлердің жәрдемі арқылы барша моңғол даласын өзінің қол астына біріктіріп, 1189 жылы моңғол елінің негізін қалайды. Осыдан кейін Темучин бала күнінде біраз уақытын құлдықта өткізген. Өзін қорлаған мемлекет Цин еліне шабуыл жасап, қаншама жасықсыз жанды қыра отырып, қытайларды өздеріне бағынышты етеді. Осыдан кейінгі Шыңғыс ханның арманы барша жер бетіне әмір ету болды. Оның түсінігінше жер бетіндегі адам аяғы басатын барлық жел біздің меншігімізде деген өктем ниетімен тойымсыз нәпсіз еді. Ол осылайша батысқа қарай көз тігіп, өзінің ханға толы жорығын бастаған еді. Оның шабуыл барысындағы ең басты қағидасының бірі ешкімге аяушылық танытпау. Еркек әйел тіптен кішкентай сәби болсын, барлығын өлтіруге бұйрық беретін. Оған дәлел Бұхарада болған бейбіт халық еді. Сол уақытта Бұхара Орта Азиядағы ең дамыған, көп адам шоғырланған үлкен қала еді. Қаладағы мұсылмандар оның барлық жерді тас-талқан етіп, басып алып жатқандарын естіп, оларды Әжүж-Мәжүж деп ойлаған еді. Кейін қаладағы ақсақалдар жиналып, Шыңғыс ханға барып, мешіттерді қиратпауын, кітаптарды өртемеуін, адамдарды қылышпен өлтірмеуін сұрайды. Егер осы шарты орындаса, берілетіндіктерін айтады. Осылайша моңғолдарға қаланың барлық есігі ашылып, әскерлер қалаға кіреді. Қалаға кірген соң Шыңғыс хан мешіттерді қиратпаңдар, өртеңдер, адамдарды қылышпен өлтірмеңдер, тірідей көміңдер, кітаптарды өртемеңдер, өзенге ағызыңдар. Осылайша мен өз уәдемді орындаған боламын деді. Оның тағы бір арманы шексіз болып әлемді мәңгілік билеу еді. Сол себепті ол бірде бір бақсыдан өлімсіздіктің емін тауып беруін сұраған. Және ол бақсыда неғұрлым көп әйелмен болсаң, соғұрлым өмірің ұзақ болады деген екен. Оның осы сөзінен соң Шыңғыс хан әрбір басып алған жерлерінен өзіне әйел алып отырған. Оның соншама көп әйел алғаны соншалық, қазіргі таңда әлемде 23 миллион адам Шыңғыс ханның ұрпағы деседі. Моңғол даласында далалық заңдар атты жазылмаған заңдылықтар бар еді. Шыңғыс хан осы тәртіп ереженің барлығына бас иетін. Бас иіп қана қоймай, оларға мынадай қосымша заңдар да енгізген еді. Олар мыналар еді. Соғыс кезінде қателік жасаған адамның жазасын сол жерде қолбасшы береді. Жеңілген жақтың шарт қоюға құқығы жоқ. Қарсы келгендердің жазасы өлім. Жеңілген жақтан тұтқынға түскен отбасылар сарбаздарға теңдей бөлінеді. Бір жауынгер қалағанынша канизак ала алады. Канизактардан туған балалары әкесінен қалған мұраға мирасқор бола алады. Төбелескен екі адамның ортасына түсіп, біреуін сабаған адамның жазасы өлім. 3 рет өзгелерден қарыз алып, қайтармаған адамның жазасы өлім. Егер бір моңғол тәңіршілдіктен бас тартып, басқа дінге өтетін болса, жазасы өлім. Барлық жануардың етін жеуге болады. Егер кімдегі осылардың біреуіне тыйым салатын болса, жазасы өлім. Келген жолаушыға ішер ас пен жатар орын бермеген жанның жазасы да өлім. Соғыс кезінде бір айда 3 рет қана мас болуға рұқсат етілген. Соғыс алаңынан
қашқан моңғол сарбазының жазасы өлім болған. Бұл ережелер Шыңғыс ханның ережелерінің тек бір бөлігі ғана. Ол осы бір қатыгездігінің арқасында әлемнің жартысына билік еткен. Моңғол империясының негізін қалады. Ол қанша көбейе алса да, өлімнен қашып құтыла алмады. Бірақ өзі болмаса да, есімін тарих беттеріне қандарпен мәңгілік етіп жазып кетті. Оның жерленген орны әлі күнге дейін табылмауда. Себебі таң елімен соғыс барысында қайтыс болған оны әскерлердің рухы түсіп, дұшпандар ханның мазарын мазақ қылмасын деп жасырын жерлеген деседі. Кейбір деректерге сәйкес оны бір өзеннің арнасын бұрып, ұлы билеушіні судың астына жерлеген деседі. Не болса да анығы Аллаға ғана мәлім. Видеомыз ұнаса лайк басып, арнамызға жазылып, видеоны әлеуметтік желіде таратуларыңызды сұраймыз. Сіз үшін құттықтаймыз.